Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Эфирде Білім Қазына қорының YouTube-та каналындасыздар. Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта отбасы мәселелері бойынша эксперт, коуч Ахан Мергенбай мырза. Студиямызға қош келдіңіз. Қош болдық, рахмет. Бүгін қозғайтын тақырыбымыз уәли мәселесі. Қазақша қамқоршы болады ғой. Қамқоршы деген кім? Қамқоршы туралы біз не білеміз? Осы қамқоршының бір міндеттері бар ма? Осы қамқоршыға байланысты дүниелерді Ахан мырзамен қозғайтын боламыз. Ахан мырза, әуелі осы уәли дегеніміз, енді араб тіліндегі уәли ғой, қамқоршы дегеніміз кім? Қамқоршы дегеніміз енді ол тұрмыс құратын, бой жеткеннің, жанашыр өзінің жақын адамы. Ол мысалы әкесі болуы мүмкін, қыздың ағасы болуы мүмкін, немесе бір әкесі, ағасы болуы мүмкін. Інісі, одан басқа біреуде бола ала ма деген мағына ғой аны. Нағашысы, мысалға деймін, енді әкесінің ағасы, көкесі дейден бір жерлерде деген сияқты. Осындай бір болса, ең неғұрлым жақын адам ғой өзінің. Әкесінен, ағасынан бөлек адам болатын болса, yani ата-анасы, әкесі дүниеде жоқ болған уақытта ғана шығар, дүниеде бар бола тұра, басқа біреу қамқоршы бола алмайтын шығар. Енді бұл жерде қараңыз, бұл жерде менің ойым екіге бөлінуі деген ғой, қамқоршы. Ресми қамқоршы бар, сосын шынайы, былай айтқанда, реалды қамқоршы бар да, по факту дейді ғой енді. Біреу жаңа теориялық тұрғыда, біреу практикалық тұрғыда ғой, басқа сөзбен айтқан кезде. Мысалы, қаншама қыздың әкесі бар, бірақ ол негізгі қамқоршының функциясын немесе қызметін атқарып жатқан жоқ, өкінішке қарай. Ол мысалға дейік, ол оқуға түсірген болуы мүмкін, яғни көмектесіп, ол жүгірген болуы мүмкін, оқуына қатысты. Өйткені бізде көріңдер, бізде құндылықтар жүйесі деген нәрсе бар да. Приоритет дейміз ғой, құндылықтар жүйесі. Не құнды? Мысалға, қыз баланың оқуы құнды ма? Әке үшін, ана үшін. Қыз баланың тұрмыс құруы құнды ма? Құнды екеуі де дейік. Мысалға, белгілі деңгейде. Бірақ басты құндылық немесе құндыра қайсы, маңыздыра қайсы деген кезде оқу ғой негізі. Көп адам үшін. Неге? Өйткені ол оқуға қыз баланы 10-11 сыныпта дайындайды. Оған ата-ана барын салады. Бірнеше мысалы пробный тест дейді орысша. Сол бірнеше жаңағыдай тест тапсырғызады. Оған ақша ол. Талай кітаптар сатып алуы мүмкін, талай жаңағыдай бір эксперимент ретінде тесттер сатып алады, қосымша сабақтарға береді, қосымша курстарға беруі мүмкін, басқа деген сияқты. Аны ұбт-ға енді қызының дейік болашағын, тырнақшаның ішінде ойлаған атаны бірге өмір сүреді ғой енді біразы. Сол қыз баламен, әсіресе соңғы жылы. Басымыздан өтті білеміз, мысалға. Содан кейін барып тапсыратын кезде уайым барлығы. Ана енді мектеп бітіру ол бір уайым. Екінші одан қандай оқуға түседі, оны зерттейді, қарайды. Енді мысалы Алматыға келіп жатыр, біреу Астанаға барып жатады деген сияқты. Сонымен ата-анасы бірге баруы мүмкін. Ол керемет әке ғой негізі. Былай қарағанда, қасында жүр ата-анасы. Тест орталығына кіріп кеткен кезде сол жерде айналшықтап, енді біреу мешітке барып Құран оқытатыны бар, біреу барып Алладан дұға қылып, біреу әйтеуір енді білген айтып, сыйынып сол жерде бір Алладан үмітін үзбей қамқоршы деген өзі сондай болу керек емес пе негізі? Айтпағым, бұл енді біз үшін өйткені оқуы оның құндылық қой. Өйткені қыз баланың болашағы менің түсіндігімде, яғни әке ретінде, немесе ана ретінде менің түсіндігімде, оның керемет жарқын болашағы сол оқуға түсіп кетіп, сол оқуды тәмамдаумен, диплом алумен байланысты да мен үшін енді ол. Өйткені ол мен үшін құндылық. Неге? Өйткені бәленшенің қызы оқуға түсе алмай қалып десе ертең ат қой. Сол же барымды саламын. Оның үстіне тағы да бір күйдіріп бара жатқан не енді көп адамды. Ол грант. Грантқа түсе ме? Грантқа. Өйткені білеміз ғой өзіміз. Екі түрлі бал бар ғой мысалға дегенде. Грантқа түсетін белгілі бір межесі бар, одан кейін жаңағы проходной дейді орысша енді. Әйтеуір өту үшін, ақылға болсын. Сол үшін біз үшін бұл оқуы қыз баланың кәдімгідей біз үшін құндылық. Одан кейін барып тапсырды ма? Ал күтеміз бәріміз. Кешке қарай ма, не шығады ғой тізімдер. Сол тізімді барып, қарап, қуанып, ертең ол оқуға түсіп жатса, Алматыға түстім, Астана басқа қалаға түстім деген сияқты.
сол жерге барамыз, жатақханасын іздейміз, оны жатақханамен келісеміз, оны керегін алып береміз, оқуға кіргізіп, болмаса әйтеуір бір пәтеріне туысқанға жатқызып береді, туысқанның үйінде жатқызады. Әйтеуір сөйтіп қамқорлығымды өзімнің қамқоршы ретінде қызметімді сөйтіп көрсетемін. Дұрыс па? Дұрыс. Сөйтіп барып оқуға түсірдім. Міне бүгін нешесі деген, қазір мысалы қыркүйек айында отырмыз ба? Биыл менің мысалы қызым оқуға түсті. Оның біраз мәселесін шештім. Былай айтқанда енді барымды беріп, қажетін алып беріп, өйтіп қазір ол керемет оқып жатыр. Арасында қызыммен сөйлесіп қоямын. Қызым бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, әке уайымдамаңыз. Сосын барып енді арасында етін, тамағын, азық-түлігін жіберіп қоямын деген сияқты. Керемет қамқоршымын ғой мен. Енді одан артық не керек дейміз ғой. Деген сияқты. Ал енді тұрмысқа шығатын кездегі менің функциям қандай? Қызығы сол. Мен қыз баланы дайындаған жоқпын. Ол қалай тұрмысқа шығады, ол дайын ба, оны уайымдаған жоқпын. Оған жігітін іздеген жоқпын. Яғни оқумен салыстырып жатырмын да мен оның тұрмысын. Талай қыз баланың дәл қазіргі уақытта мысалы талай қыздар айта алады. Жігіттерді айтпай ақ қояйық. Дипломдары бір емес бірнешеу болуы мүмкін. Оның деңгейлері болуы мүмкін, жаңа бакалавр ба, магистратурасы бар деген сияқты. Түрлі курстар оқыған болуы мүмкін. Оның түстері әртүрлі болуы мүмкін, көгі бар, қызылы бар. Сандықта жатқан болуы мүмкін, керек емес оған. Қаймағанда ол жұмыс істеуі мүмкін, ақша табуы мүмкін. Басқа салада ақша тауып жүрген, табыс тауып жүрген қанша қыздар бар, дұрыс па? Яғни біздің мысалға құндығып көрген оқуымыз, мен ана оқу маңызды емес, қыз оқымай-ақ қойсын деп жатқан жоқпын. Бірақ осыны бір салыстыру үшін бір қарайықшы өзіміз. Мен қызым оқуға түсетін кезде қалай шырылдадым? Күйге кететін уақытта солай шырылдадыңыз ба? Мен сөйтіп шырылдадым ба? Мен сөйтіп уайымдадым ба? Қызым, сен тұрмысқа шығайын деп жүрсің ғой, жалпы жасың келіп қалды сенің. Сен тестке бәлен кітап алып беріп едім ғой мен саған анау ұбт-ға дайындалған кезде. Бір кітаптар керек па, курстар алып берейін ба? Бір оқу маманымен жолықтырайын ба сені? Арнайы бір сабақтар бар ма екен деген сияқты. Біз ақырын ғана әкесі мысалы енді тура сөйлеспейтін болса қызымен көбісі енді сөйлесе алмайды ғой. Шешесінен сұрайды енді әйелінен, ана қызыңның біреуі бар ма, не дейді ана қызың деген сияқты. Иә, біреумен сөйлесіп жүр, дұрыс па әйтеуір деген сияқты. Қай жақтың жігіті екен деген, руы кім екен деген сияқты сондай бір тақырыптар сұрақ болмас. Ештеңеде шаруам жоқ қой басқа. Шыққандай мұның дайындығына мен үлес қосқан жоқпын қамқоршы ретінде. Яғни дәл осы жерде осындай әкені енді ауыр тиюі мүмкін. Солардың қатарында мен де әкемін ғой деймін да, менің де қыздарым бар. Бірақ соны үйленуге қатысты келген кезде қалай ауыз толтырып қамқоршы бұл деп айта аламыз деген ғой. Адамды ойландырып қойдыңыз негізі. Қараңыз, сонда ол ағалары, оның ағалары болуы мүмкін. Оның әкесі бар дейік мысалға, керемет, олар жанашыр. Осыдан біреу қарындасын ренжітсін, Құдай бетін аулақ қылсын, не болатынын білмеймін ол адаммен деймін. Ренжітіп қойған кісімен тағдыры не болатын. Бірақ қызымызды қайда кетіп бара жатқанын білмейміз да ғой біз негізі. Не істеп жүр? Ол ертең келін болады. Тек андай бір сөздер айтылады бізде үйде. Мына түріңмен сен қайтып келін боласың ертең. Сен ертең бір күнде келін ұстамайды ғой енең. Мына түріңмен сен қайтып ертең бүйтесің деген сияқты сондай сөздер айтамыз, болды. Әрі кеткенде деген ғой. Үйреніп ал, ертең керек болады мынау саған. Мынау сағат 11-ге дейін 12-ге дейін ұйықтау деген не? Ертең сен жатқызбайды сен барған жерің деген сияқты. Сондай ғана нәрселер айтылады деймін да бізде бір енді. Оны шын мәнінде дайындау, қарым-қатынасқа үйрету. Бізде біраз нәрсеге үйретіледі, мектепте, университетте, бірақ қарым-қатынасты үйретпейді ғой бізде ешқай жерде. Күйеумен қарым-қатынасқа, ер адамның психологиясын үйретпейді ешқай жерде. Енемен қарым-қатынасты үйретпейді. Қайнатамен қарым-қатынасты үйретпейді деген сияқты ғой. Содан кейін барып отырып зар жылаймыз, ойбай бізде ажырасудың статистикасы көбейіп жатыр. Енді не жігіт дайындалмаған, не қыз дайындалмаған. Енді бұл жерде әңгіме жаңағыдай, сіз өзіңіз қамқоршының тақырыбын қозғағаннан кейін бұл жерде қамқоршы осы жерде не істеу керек деген әрбір әке осыны өзіне сұрақ қылып қою керек қой негізі. Ал енді бұл әрбір адамның басына келетін дүние. Одан кейін өгізге туған күн зауға да туады ғой деген ғой енді. Енді бұл қамқоршы қызға керек деп жатырмыз. Жігітке керек емес па? Енді жігітке де бұл тек қана қызға қатысты мәселе ме қамқоршы? Бірінші кезекте өте маңызды дүние. Өйткені біздің қазір қазақтың қыздары, біз көріп жүрміз, біз қанша қыздармен жұмыс жасаймыз, бойжеткен қыздар бар деген сияқты. Қыздардың қамқоршы жоқ бізде. Проблемасы сол. Ойлаңызшы. Мысалы, талай семинарлар өткіземіз, талай кездесулер өткіземіз қыздармен. Сол кезде сұраймыз ғой мысалы, қамқоршыңыз бар ма деген. Әкем бар, ағаларым бар. Бірақ олар ол тақырыпты түсінбейді дейді олар. Оның қатысы жоқ оның. Олар білесіз бе қамқоршылар қай жерде түбі көрсететін?
тойда. Мынау деген бәленше ағалары, апталдай ағалар келетін жерде. Мынау ағасы бәленше жерде қызметте, мынау ағасы тойдың бізде тойда енді қыз бүйтіп тұрады ғой, тізіліп, әкесі бас құда ана жерде бас ұстап отқан. Керемет. Бірақ сұрақ, тойға дейін қайда олар? Ешқайсы жоқ қой. Қыз өзі жігітті табу керек, өзі танысу керек, өзі аман есен тұрмысқа шығып кету керек қой, былай айтқанда шығу керек. Содан кейін артынан барамыз ғой. Ол біздің қызымыз деп. Содан кейін күйеу бала деп қоямыз ғой тойда. Мен қарындасымды осыдан ренжітіп жүрме деген сияқты. Құдай-ау, қайда күйеу бала менің ойымша төрде отырып таң қалуы мүмкін, мыналар қайдан келген бәрі деген сияқты. Мысалға деген ғой енді. Ешкім жоқ еді ғой мен жүріп жүрген кезде деген сияқты. Ойлаңыз. Сонда қамқоршының басты функциясы не болу керек? Жаңағыда айттық қой, бұл салалары әртүрлі бұның. Бірақ енді біздің тақырыбымыз енді ол қамқоршы, әке оқуына қамқоршы қалай болғандығын бәрін түсіндік. Қызға қамқоршы болу керек. Енді бұның бір функциясы, бір дүниесі бар шығар, бұны түсіндірейік деп айтайық та деп жатқаным ғой. Енді сол айтайын деген мысалға дейік. Енді қамқоршының оқуға қатысты айттық, осы сияқты бірнеше салаға бөлсек, осының ішіндегі өте маңызды және бұл құнды болу керек деп түсінім. Әрбір әке үшін қыз баланың тұрмыс құруы. Яғни бұл жерде қамқоршы ретінде мысалға әрбір әке мына нәрсені уайымдаса, қыз баланың дайындығын. Яғни теориялық тұрғыдан, эмоциялық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан, моральдық тұрғыдан дейміз ғой, мысалы, дайындалса қыз бала. Мысалы, кейбір қыз балалар бар бізде, Аллаға шүкір, тамақ пісіріп дайындалады, тамақ пісірудің бірнеше түрін үйренеді, ертең барған кезде керек қой деген сияқты. Одан кейін тәтті пісіруді үйренуі мүмкін. Күшті ол. Бірақ бұл жерде ол нәрсе керемет дүниелер. Ал енді қарым-қатынасты ше. Сол қарым-қатынас мәселесіне әкесі кәдімгідей көңіл бөлу керек деп түсінемін. Ал енді өзінде жоқ болуы мүмкін ол әкенің. Енді біраз ата-аналар мысалы өзінде жоқ болуы мүмкін. Оны мойындайық. Менде жоқ, мен бере алмаймын. Мен қанша жылдан бері пайда болатын шығар тәжірибе, енді жоқ деп айта алмайтын шығармыз. Жоқ, кешіріңізші, мысалға біраз ата-аналар отбасы саласына келген кезде, немесе отбасылық тақырыпқа келгенде, ерлі-зайыптылармен қарым-қатынасқа келгенде тілін тістеп қалады ғой. Айтары болмай қалады. Енді бір ақыл, менің енді айтар ақылым, енді өзінің аузы күйген жері болуы мүмкін, немесе бір сүрінген жері болуы мүмкін, болмаса өзінде бір түйген нәрсесі болуы мүмкін деген сияқты, мына нәрсені осындай қателік істемеші. Мен басты өмірден түйгенім осы деп айтуы мүмкін. Немесе мынаны істеші деген сияқты айтуы мүмкін. Бір-екі нәрсе енді асалмауы мүмкін деген ғой. Ал бұл жерде егер де мысалы менің өзімде болмаса, менің қамқоршы ретінде, онда соған бір маман табайын. Мен мысалы қаншама нәрсені балаларының бойында, мысалға біліктілік бар, дағдылар бар. Мысалға дейік, ол суға жүзіп үйренді, атқа мініп үйренді, садаққа атып үйренді, мысалға. Бірақ оңға ешқайсы мен үйреткен жоқ қой. Мысалға деп жатырмын. Оның бәрін өзім маманына бердім. Ағылшын тілін мен өзім білмеймін, бірақ баламды ағылшынның арнайы курсына бердім. Мысалға деген ғой, математикадан нашарет белгілі бір сыныптарда. Сол математикада пәні бойынша оның деңгейін көтерейін деп арнайы оны тағы да қосымша сабақтарға бердім деген сияқты. А енді бұл отбасы саласына мен дайындай алмайтын болсам, оны арнайы маманына берейін. Мысалға қыз баланы мысалы қаншама курстар бар, оны үйретеді. Кітаптар бар қаншама қазір. Үйренетін. Өткен жолы мысалы бір той болып жатыр. Сол тойда мынадай сұрақ қойылды ғой. Бәлен адам отыр ғой, 250-300 адам отыр. Кім отбасына қатысты кітап оқыған деген. Өкінішті ғой жерде. Қолдар бір екі үш қол көтерілді ғой. Жұбайлардың жаттығын оқыған ешқайсың жоқ па деген жоқ. Мысалға деген ғой, қызығы енді ана жерде біраз қызықтар болды. Бір кісі айтты, мен осынша бәлен кітап оқығам деді. Ешқайсының атын білмейді ғой. Кітаптың атын, авторын сұрап отқан жоқпыз. Кітаптың атын білмейді ғой мысалға. Сөйтіп әйтеуір біреу шықты әйтеуір ішінен кітаптың аттарын білетін. Енді әйтеуір бүйтіп емсе есіне түсіріп. Көптің ішінде болады ғой. Кітап оқитын бір адам болса да. Айтпағым. Ойлаңызшы, бұл бір жағынан былай қарасаңыз өте аянышты жағдай. Яғни біздің күйіміз осы. Біз кезінде осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстан бойынша бір сауалнама жүргіздік та. Ішінде біраз сұрақтар болды. Соның ішінде бір сұрақ, және қызы ол үйленген ерлі-зайыптылардың арасында өткізілді ғой. Бойдақтар қатысқан жоқ оған. Тек үйленген жігіт, тұрмыс құрған әйел. Соның ішінде мынадай сұрақ болды: сіз қалай дайындалдыңыз отбасылық өмірге? Астында жауаптар бар. Кітап оқыдым, курсқа қатыстым, өйттім.
көбісі, жартысынан көбі ештеңе істемеген қарашы. Үйлендік па? Енді әртүрлі себептер әртүрлі болуы мүмкін, бірақ бұл жерде факт дайындық көрмеген. Ал қамқоршы бірінші кезекте осы жерде дайындауға көңіл бөлу керек. Мысалға, енді болды қызыңыз бой жетіп келе жатыр. Ол әлі ерте деген мен білмейсіз ғой соны. Ертең ол бірінші курстан кейін айта ма, екінші курстан кейін болды папа мен кетем. Немесе әкесіне айта алмайды көп қыздар, мамасына айтуы мүмкін. Немесе кеткесін барып айтайын, ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Болмаса жігітпен сөйлесіп жүрген қыз ол. Қаншама мысалы мектеп жасындағы қыздар жігіттермен сөйлесіп жүр қазір. Біз оны мойындамаймыз, бірақ енді көрініп тұрған нәрсе ғой деген мойында. Егер жастардың ортасына кірсеңіз, егер араласып білсек, мысалы олардың жағдайын. Сондықтан осы мәселеге ерекше көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Одан кейін қыздың дайындығы. Ендігі келесі мәселе, қыз егерде белгілі бір сатылармен, белгілі бір бір қажеттіліктерге қарай, оның біліміне қарай, дағдыларын, біліктілігіне қарай көңіл бөліп, сол қажеттіліктерді біз жабалсақ, одан кейін оған екінші адамды іздеу, немесе сол адамды іздеу жолында көмектесу. Жақсы мысалға мынадай болуы мүмкін, қыз бала айтуы мүмкін, мен соны ішіне істемеймін, сіз маған бұрынғы заманға айтып жатырмыз ба деген сияқты айтуы мүмкін, 19 ғасырға дегендей. Абайлардың дәуіріне айттық па, не болды деген сияқты. Жоқ, бұл мәселе бұл жерде әкенің немесе ағаның немесе іннің көмектесуінде, таңдауында. Мысалы қыз өзі таңдауы мүмкін. Яғни жігіт қызға келді, қыз ол жігітті ұнатты, екеуі сөйлесті, басқа дүниеге сөз байласты дегендей. Сол жерде де әке кірісу керек деп түсінемін да. Тек тойда емес. Неге таныстырмасқа? Қыз баладан да түсінік бар да. Жігітпен таныстырмасқа ма әкесін? Жоқ дегенде сыртынан айтып. Жоқ дегенде. Әке мына дейміз, анасы арқылы. Сол әкесі білу керек, қыз қайда кетіп бара жатыр, кімге кетіп бара жатыр деген сияқты. Сосын отырып барып жаңағыдай күйеу баланың туысқандарына қатысты тіл тигіземіз неше түрлі. Сосын балалар болады ғой ертең. Балалар келеді ғой нағашыларына, сол кезден жаңағыдай бәленшенің жұрты деп боланы. Күйеу баланың руына тіл тигізіп отырады да біреулер. Өйткені ол жерде ешқандай үлес қосқан жоқ па деймін, әке таңдауға. Енді осы функциялардың барлығы, осы мәселелердің барлығын атқаратын болса, қамқоршы өзінің міндетінен құтылған болып есептеле ме сонда? Қай уақытта ол толық міндетінен құтылады, қамқоршылық міндетінен? Енді бұл құтылмаймыз біз әлде қамқоршылық міндеттен. Қамқоршының міндеті менің ойымда бір негізгі кезеңі бола ғой өзі. Ол қыз баланы тәрбиеледі деген кезінде оқытты, басқа қылды, оны қамтамасыз етті. Енді тұрмысқа қатысты келген кезде оны дайындау дедік. Осы жерде негізгі тер төгетін жер осы жерде ғой. Ол дайындауда. Екінші, ол таңдауда. Осы екі нәрседе жақсылап терлесе қамқоршы кейін демалады деп ойлаймын. Ұлы болсын, қызы болсын, қай-қайсысынан болса. Енді бұл жерде қыздың тақырыбын айтып отырмыз. Қыздың тақырыбы өйткені қыздың жолы жіңішке болып тұр ғой. Енді жақсы келін түссе дейміз ғой үйге бәрібір. Ол да бар емес. Ол екінші жақ. Яғни бұл жердегі қызға қатысты айтып отырмын. Қыз ертең жылап жүрмеу үшін. Сосын бізде бір күшті бір енді не бар ғой? Қанатты сөз. Үйлену оңай, үй болу қиын. Менің ойымша бұл кәдімгідей не қандай? Бір қалай десе екен, бір қағида ма деймін да, формула. Яғни неғұрлым оңай үйленем, соғұрлым менің үй болуым қиын болады. Неғұрлым қиын үйленем, қиналып, соғұрлым үй болуым оңай бола ма деймін да. Жеткізе алдым бойда. Мен түсіндім, бірақ көрерменге қалай? Яғни үйлену қиын болса, үй болу оңай бола ма деймін да. Ол не деген сөз? Қазір мен терлесем тойға дейін. Қазір дайындалсам, осы жерде тері төгетін болсам, үйленгеннен кейін, тойдан кейін, Алла қаласа, менің отбасылық өмірімде көптеген жеңілдіктер болады деп ойлаймын. Өйткені мен қаншама себептерін жасадым да тәуекелге барудың себептерін жасадым ғой деген да, алдын алдым деген ғой. Емтиханға әбден дайындалып, қанша кітапты оқып, ұбт-ны тапсырып, грант алса алды, алмаса проходнойдан өтіп, платныйға түссе де оқуға түскеннен кейін деп бір демалады, білеміз ғой. Сондай сияқты болады ғой. О жерде негізі бүкіл қызығы ұбт-ның бүкіл дайындығы бір-ақ нәрсе үшін ғой, өттің деген.
болды бітті. Ана тізімде, гранттың ішінде тізімде фамилиясы болса, сол бір жеңіс қой, негізі шыны керек. Қазір 2-3 курстың студенттерін сұраңызшы. ОБТ-дағы тесттің сұрақтарының жауабын. Біраз адамның ойында жоқ ол. Неге? Өйткені ол тест үшін жатталған ғой біраз адамда. Білім алу мақсатында емес деген. Білім алу мақсатында емес па? Өйткені ол мақсатқа қарай ғой деген ма? Бір ғалымнан естіген едім мен. Білім алу бар дейді, және ақпарат алу бар. Білім алу дегеніміз, ол оның миында қалады, іске асырады. Ақпарат алу дегеніміз уақытысында алды, ақпарат ретінде алды, қолданды, кейін ол қалмайды деп. Енді ақпарат ретінде алған болып тұр ғой. Енді қамқоршының қырлары осы болып тұр ғой, қамқоршының қыры. Қамқоршы болу үшін де оның бір мінезі, қыры, сипаты, өзіне тән белгілері бар шығар. Енді қамқоршы болу үшін жаңағыдай бірінші кезекте менің ойым, ол қыз балаға жақын болу керек қой негізі әкесі. Ал мысалы біздің мен айтады, қыз балаға жақын болу деген қазаққа бір қиын сияқты. Біз анасы арқылы шығамыз ол. Анасы арқылы, ол да проблема ғой негізі. Өгей қызым емес менің, өз қызым, Құдай-ау. Неге мен оған жақын болмасқа? Өзім қызығы, мен оған жақын емеспін. Тапсырманы анасы арқылы береді. Енді ол ер адамның қамқорлығына мұқтаж ғой қыз бала. Мысалы, бай қараған, басқа жақтары да бар да. Яғни менен көрмеген қамқорлықты, менен көрмеген еркелікті жаңағыдай, менен көрмеген жылулықты басқа ер адамның бір кішкене бір ұшқыны шығып қалса, магнит болып жабысып қалады қыздар, ойлаңызшы. Енді кейбір қыздар деген ғой, жабысып қалуы мүмкін. Неге? Өйткені андай жылулықты, андай бір қамқорлықты көрмеген ғой ол қыз. Сөйтіп басқа бір жігіт, бөтен айдаладағы бір жігіт келіп, о деп бүйтіп көрсететін болса, ана қыз сол жерде құлап қалуы мүмкін дегенім ғой. Бір әйел айтпақшы, қайыршы болып қашанға жүреміз, айдаладан бір жылы сөз деп дейді ғой. Ойлаңызшы. Гүлді әкемейсің деген сияқты ма жаңағы? Сол сияқты ол әке қыз балаға жақын болыр. Мен осы жерде айтамын да, әке ретінде әкелер үш түрлі болады деп ойлаймын да, қарым-қатынасқа қатысты баламен. Біріншісі, енді бір варианты, ештеңе білмейді ол баласы туралы. Яғни ішкі дүниесін білмейді, оның қорқыныштарын, арманын, проблемасын ештеңесін білмейді. Баласы сау, оны бағып жатыр ол. Бағып жатыр ғой, бағып жатыр. Керемет. Яғни аны асырап жатыр ғой, былай айтқанда. Қамтамасыз материалдық тұрғыдан. Ештеңе білмейді. Екінші әке бар, ол оның көңілінде не бар, ішкі дүниесінде не бар, оның уайымын біледі әке. Бірақ әсер етпейді. Бұл екінші варианты. Әкенің екінші. Үшінші түрі, ол білет ішінде не бар екенін, және оған әсер ете алады. Оң әсер етеді, былай айтқанда. Сол мен әкелерге айтамын, тым болмаса екіншісін өтейік те енді. Жоқ дегенде біліп жүрейікші не болып жүрген деген ғой енді. Осы екінші сызыққа өткен уақытта. Осы екінші этап болып тұрған, екінші этапқа өткен уақытта жарайды, үшінші этапқа өтсін. Белгілі бір сызығы болады ма? Қызыл сызық деген сияқты, шекарасынан өтпеу деген сияқты. Оған нені айту керек, нені айтпау керек, әлде барлық мәселе айтыла береді ма қамқоршының да? Енді бір жағынан аянышты, мысалы қаншама жастардың, әсіресе қыз бала дейік, айтты бәрін айту керек па деп жатқаным ғой. Қыз бала нәзік, қыз бала әлсіз деп жатамыз ғой, дұрыс па? Сөйтіп сол нәзік жанды қыз баланың, мысалы, ол ішіндегі мұңы бар болуы мүмкін, проблемасы болуы мүмкін, сезімдері болуы мүмкін, біреуге ғашық болуы мүмкін, мысалы. Әкесі білмейді да оны. Бірақ оны байдаладағы басқа біреумен бөлісуі мүмкін. Ол құрбысымен бөлісуі мүмкін, басқа біреумен бөлісуі, бірақ әке білмейді. Негізі әке білу керек еді. Оны бірінші кезекте деп ойлаймын енді. Анасы екеуі. Ал енді сондай бір жақын болатын болса. Бізде мынадай нәрсе бар да. Бір рет бір қыз бен жігіт келген алдыма. Екеуі тойдың алдында келген ғой бір кеңес алуға. Сөйтіп жігіт айтады, мен енді жақындарды алып қашатын шығармын дейді да қызды. Не үшін деймін ғой? Өйткені оның әкесі келісім бермейді дейді. Сосын мен айтамын да, сіз әкесінен сұрадыңыз ба? Жоқ, қыз айтты дейді ғой. Сіз мен енді күліп айттым да, үйленбей жатып, қызыңыз шешіп жатыр ғой да бәрін. Яғни қараңыз, қыздың өзі андай да, ол қыздың көзілдерінде монстр әкесі бір, білейін, қаны ішер да. Ол қыздың бермейді, соны не істеу керек, алып қашу керек деген сияқты. Қанша қыздар сөйтіп қашып кетті үйден, немесе анасы шешіп кетті оның. Біраз қыздардың тағдырын анасы шешіп кетті ғой. Арсай сөйлесте әкесімен дейсіз ғой. Әкесі жаңағыдай бас құда болып ертең тойға келеді, болды. Оның несі сол, қызметі. Бас жеп қайтады енді Алла қаласа. Бірақ ол ештеңе істеген жоқ қой деген ма әкесі ретінде.
осы жерде қызбен сырласу, қыздың ішкі дүниесін өңіле алу, оны тыңдай алу, оған жақын бола алу, өз қызы ғой Құдай-ау. Қызығы, егер сол қызына біреу жақындайым десе, осы ешкімге бергісі келмейді. Мысалға деген ма, не өзі сырласпайды мен. Ал қыз бала керек қой деймін да, бір қамқоршы. Қанша қыздар былай айтқанда өзін жаңағыдай тұрмыс мәселесін, өзі шешіп кетті ғой. Өзі шешіп те жүр қазір. Өзі танысады, өзі сөйлеседі, бағана айтқанымыздай. Өзі реттейді, өзі келіседі, біраз дүниені. Тәт шайға дейін ешкім жоқ қой сахнада. Қыздың тарапынан. Қыз өзінің, былай айтқанда, өзі үшін өзі жауап беріп жүр. Барғанда кенде өз жұмысты, өз балашаған бағат дейсің. Өзі қамқоршы болып жүр ғой, өзіне ойлаңызшы. Обал ғой, былай қарағанда. Нәзік қызды біз не істеп қойдық деймін, оның табиғатын. Біз не істеп жүрміз, қайда жүрміз біз? Сол нәрсені әр әке, әр аға, мысалы менің ойымша өзіне қоя алу керек та. Неге деген кезде, өйткені біздің қазір мысалы қаншама қыздармен біз сөйлесеміз ғой. Қамқоршыңыз бар ма деген кезде, қандай сезімде болады екен, ол қыз жоқ дейді ғой. Мен қамқоршым жоқ. Әкесі бар оның, тірі өмірде ажыраспағанда болуы мүмкін. Ағалар да бар, бірақ олар ол тақырыптан алыс. Енді қамқоршылардың түрін біліп жатырмыз ғой. Олай болса, мен білетін мынандай бір қамқоршылар бар. Кейбір жігіттердің майыстырам деп сындыры болады. Яғни жігіт айттырып келіп жатса, бетін қайтарып, айттырып келген жігіттің сағын сындырып, екі қызын бергісі келеді, екі бергісі келмейді, екі қимайды, болмаса қамқоршының бір міндетін жөндеп атқара алмайды. Бұғанда бір жақсы бір сөз керек болып тұр. Бұндай уақытта не істеу керек? Яғни үйіне айттырып келген жігітті адам қорлы оны қарсы алмайды. Қызымен сөйлескен жоқ. Болашақ күйеу баланың да ертеңгі тойға дейінгі мәселе бұл болса, тойдан кейін ана жігіттің есінде болады күйеу баланың. Бұл болашақ семьяның шырқын бұзама деп ойлап қоямын. Енді бұл жерде қараңыз, мынадай бір түсінік бар да, бізде стереотип біздің қоғамда, қазақ жігіттерінде не болса да менің назарымнан таса болу керек деген. Яғни менің көзіме көрінбеңдер деген әңгіме ғой. Жүресіңдер ме, не қыласыңдар, бірақ менің көзіме көрінбеңдер. Осыдан көріп қояйын, сені бір жігітпен көрсетем. Ол не деген сөз? Яғни менің көзіме көрінбеңдер деген сөз, не істесең де менің көзіме көрінбе деген түсінеді деймін оны біреулер. Бір мұғалім сағыз шайнап отқан оқушы айтқан ғой, сағызыңды алып таста деп аузыңдағы. Шайнап отқан ғой, алып таста деген. Содан біраздан кейін қараса, ана оқушы әлі сағыз шайнап отыр дейді. Мен саған аузыңдағы сағызды алып таста деп айттым ғой десе, мен оны алып тастағым, мынау басқасы деп дейді. Сағыз шайнама деп айтқан жоқ қой, аузыңнан алып таста деді, алып тастады. Сол сияқты менің көзіме көрінбе деді ғой. Болды, көрінбейді ол көзіңізге деген сияқты ғой. Яғни осы пікірдің өзі дұрыс емес деп түсінемін да. Ол мүлдем дұрыс емес сияқты ғой. Менің көзіме көрінбеді, білгенді сый бер деген сияқты сөз. Енді кешіріңіз, сондай бар ғой мысалы. Яғни менің көзіме көрінбе дейді ғой енді. Әкесі көрмесе болды. Әкесі көрмеу керек дейді, өйткені ол намысына тиеді әкесінің. Қалай сонда ол? Менің қызым, менің көзімше бір жігітпен сөйлеседі деген, немесе мысалы мынадайлар нәрселерді естідік. Жігіт әке-шешесінің немесе әкесінің алдына барған кезде, не деген батыр мынау, не деген жүрек жігіт менің алдыма келген. Сен қай бетіңмен едің? Әке-шешең қайда, үлкендер қайда деген сияқтандай бір. Өйткені мынадай бір түсінік болуы мүмкін да біреуде. Бәрін бітіріп, толықтай бір шешімге келіп, сосын бірақ келмейсіңдер ме менің алдыма, басымды қатырмай деген сияқты. Мен немнен мазалап тұрсыңдар деген. Ал енді ол шешіміне, мысалға деген ғой енді, шешіміне әсер ету керек қой жалпы әкесі. Мен о жерде қыздың қалауы, қыздың сезімін, қыздың ойын, көзқарасын бәрін сырып тастаңыз да өзіңіз шешіңіз деп жатқан жоқпын қамқоршыға. Қызбен ақылдасу, қызбен санасу, одан кейін қызға бұл жерде менің ойымша бір көмекші ретінде ғой. Көмекші ретінде. Мысалға, енді түсінікті болу үшін, ерлер қауымына түсінікті болу үшін мынадай бір мысал келтірейін. Мен машина алғым келеді. Көбінесе көлікті андай бір қолданылған машина аламыз ғой. Мен машинаны енді алып жүргізгім келеді машинаны. Қалтамда ақшам бар. Бірақ мен көліктің маман емес, мен түсінбеймін. Енді осы жерде мен бір көліктің маманының қызметіне жүгінем ғой. Көлік маманының қызметіне жүгінем. Оның ақшасын төлеймін ба, таныс арқылы шешілем әйтеуір. Сөйтіп екеуміз бірге қараймыз. Мысалға, мына көлікті қараймыз. Мен
ұнатамын ұнатпаймын деп айтамын, ол маған сапасын айтады ғой, сапа жағын. Мына көліктің мындай нәрселері бар, көріп береді астын үстін деген сияқты, дұрыс па? Сөйтіп екеуміз оған ұнаған көлік маған ұнамаса ала алмаймыз, маған ұнаған көлік оған ұнамаса тағы ала алмаймыз. Екеуміздің көңілімізден шығу керек та. Маған оның түрі ұнау керек, жаңа деген. Мен былай айтқан жүрегім жату керек ол көлікке. А маманы маған сапасына байланысты сол жерде болады деген мөр қойып басып беру керек қой былай айтқанда. Сол сияқты ма деймін да, қамқоршы менен қыз баланың осы жерде екеуінің келісіп бір мәмілеге келе алуы. Яғни қыз бала ол жігітті ұнатады, оған көңіл жатады, бірақ әкесі егер де болмайды дегеннің өзінде әкесі бір негіздеп беру керек қой. Біріншіден қызым, екіншіден, үшіншіден негізі бір ақылға сыйымды дүниелерді айту керек. Және оны зерттеуге, оны тануға көмектесу керек па деймін ана жігітті. Қаншама әкелер бізде шаруасы жоқ ол жігіттің не өмірінде, не тұлғалығында, не мінезінде, не қарым-қатынасы, ол қандай адам деген сияқты. Ойлаңыз, маған бір қыз бала шықты. Қыз бала болған кезде де ол тұрмыс құрған, бірнеше баласы бар. Осы қалада жүріп, студент болып, танысып, тұрмысқа шыққан. Шықса, ол әкесі қайтыс болған екен. Жігіттің әкесі қайтыс болған, естіген. Сөйтіп, тұрмысқа шығып, ана жаққа барғаннан кейін жігіттің ауылына той бәрі болады. Сөйтсе, жағдайды мен танысқан ғой, жағдай қалай деген кезде, жігіттің ата-анасы ертеректе ажырасып кеткен екен. Сөйтсе, олар анасының төркіні бар ғой, нағашыларының қолында өскен екен жаңа жігіт. Сол үйде тұрса керек соған дейін. Сонда қыз бала жігіттің нағашыларының үйіне ұзатылып тұр ғой, сол үйге түсіп тұрды. Соған кәдімгі намысы, жаңа оян қыздың шығайнап, қалай сонда ол деген сияқты. Осыған мен ренжулімін дейді анау әуелі бастан. Не үшін деймін мен? Жаңа қызбен сөйтіп жұмыс істеп жатырмыз. Сонда маған осы нәрсе мен алдаған үшін дейді. Не деп алды десем, маған айтпады ғой дейді ақиқатты. Мен әкем қайтыс болды дегенге мен солай түсіндім дейді әкесі. Сөйтсе олар ажырасып кеткен, жаңағы қайтыс болардан бұрын. Сосын бар жігіт нағашылардың қолында өскен, өзінің жұртымен араласпай деген сияқты. Намыстанған шығар енді айтуға қызға. Жаңағыда енді қыз соған бір күйіп тұр, мен айтамын да, сізге ол құндылық па деймін ғой? Иә, құндылық дейді мен үшін. Егер дәл осы ақпаратты білгеніңіз не болатын еді десем, тұрмысқа шықпайтын едім ол кезде дейді. Сол кезде мысалы осындай ақпараттың өзін біліп беру қамқоршының тікелей міндеті деп түсінемін. Қамқоршы білу керек еді ғой басында. Иә, соны зерттеу керек еді. Керек болса ауылына бару керек еді. Ал ертең Құдай сақтасын қызымыз қайтып келген сайын қанша рет қайтып келеді ғой деймін, проблема болғандан. Қазір қашықтықтың өзі осы жерден Атырауға ұшып кете салады, осы жерден Қостанайға ұшып кете салады, Қарағандыға ұшып кете салады деген сияқты ғой. Сол екі ортаны тоздырып жүргендер бар қаншама, кетіп қалады. Содан кейін жаңағыдай кей артынан барады, кешірім сұрап қайтып алып келеді. Біраздан кейін қайтадан кетіп қалады деген сияқты неше түрлі оқиғаларға куә болып жүрміз ғой деген ғой талаймыз. Сондықтан осындай бір ақпараттарды білу. Мысалы ойлаңыз, маған бір қыз бала келді алдыма, Тараздың қызы екен. Сөйтіп маған айтады ғой, сіз бір сөзіңізді айтып едіңіз ғой, бір курста ма жаңа бір жиында. Мен нетсе қамқоршының қызметін атқарып беремін деп едіңіз ғой, сен маған бір қамқоршы болып бересіз ба дейді. Бір жігітпен сөйлесіп жүрмін. Иә, сіздің кіміңіз бар деймін ғой, әкем бар дейді. Сосын мен айтамын да, әкеңіз жасай алмаймын. Иә, әкеңізге жақынырақ адам ғой, сізді таниды мысалға деген. Жоқ, әкем сондай ақкөңіл адам, кімді көрсе бәрі жақсы дейді оған деген сияқты. Кейбір мысалға деймін да, кейбірлер нете алмай тұр деймін да, андай бір сене алмай тұрады. Немесе менің әкем ондай түсінбейді дейді мысалға. Мен қазір оған айтатын болсам, басқаша түсінеді оны дейді. Ана жолы мысалы бір жігіт сөйтіп бір қызбен танысып әкесіне барған ғой. Әкесі күжіңде біраз нәрсені айтып жүрген сияқты. Сен деген сияқты, сен кімсің? Не үшін маған бүйтіп келесің деген сияқты ма? Менің алдыма неге келесің деп батырлық сезім оянған ғой жаңа сіз айтқандай. Ол яғни не істесең де бірақ менің көзіме көрінбей жүре беріңдер сол жақта деген сияқты ғой. Мен түсініп тұрғаным ол жерде. Сол үшін қыз баланың алғашқы кездесуінен бастап мысалға әкесі білсе, бірақ қыз баланың да осы жерде бір несі бар да, қателігі. Сонда ол жігітпен болмай қалса ше, ұят қой ертең әкемнен әрі бір танысқан жігітке айта беремін ба? Айта берейін, ең жақын адамыңыз сол емес пе? Деген сияқты. Содан кейін егер қыз бала айтса, мен кешегі кездесу сізбен таныстым, екінші рет мысалы кездесіп отқан кезде, үшінші рет кездесіп отқан кезде қыз айтса, мына кездесуді бәрін әкем біледі десе, мен әкеме бәрін айттым десе, жігітті аяқтартады ғой кішкене. Менің түсінігімде.
Мен де аяқ тартатын едім жігіт ретінде. Мына әкесі бәрін біледі екен ғой дегендей. Ал енді қаншама қыздың жүрісі, қарым-қатынасы, мысалға жігіттермен сөйлесіп кездесулерінің бәрі ата-аналарының назарынан тыс болып жатыр ғой деген ғой. Сондай болып жатыр. Әйтеуір қызым оқып жатыр, қызым қалада, қызым жұмыс істеп жүр, ақша тауып жүр, күшті да бәрі. Бірақ не болып жатыр? Кімге ғашық болып жүр? Түні мысалға ұйықтамай, не қиялдап, не армандап жүргенін білмейді деймін. WhatsAppпен кіммен сөйлесіп жатыр? Кіммен сөйлесіп ештеңе білмейді. Өкінішке қарай. Енді бұл айтып жатқан дүниелердің барлығы біздің қазақы дүние болып тұр ғой. Енді біз қазақ қоғамы деп айтамыз. Бірақ қазақ қоғамы жаңағы бір орыс қоғамының кейбір мәселелерімен араласып кетті ғой енді. Біз анау орыс болып кетіпті дейміз. Және бұл қамқоршы деген сөз уәли дінге жақын, исламға жақын, исламнан алынған дүние, исламның тәрбиесі мүмкіп тұрғанын көріп тұрмыз. Ал орысша тәрбие алғандарға бұның қатысы бар ма? Ол қалай болады? Әлде бұл бөлеміз ба? Мен мүмкін сұрағым жөндеп жете салмаған шығармын. Енді қазақ тәрбие бар, ауылда өскен азаматтар бар, ауылдың балдары бар, қаланың балдары бар. Қаланың балдары бола тұра әлі күнге дейін орыс болып кеткен деп айтамыз ғой біз кейбір азаматтарды. Олар туралы не дейміз? Менің ойымша, менің жеке көзқарасым, кім өзінің қызына жаны ашса, бұл жаңа орыс тәрбиесін көріп, батыстың тәрбиесін көріп, мысалға деген ғой, бұл жерде ол маңызды емес деп түсінемін. Бұл жерде мен қызыма жаным ашима, мен қызыма шынайы бақыт қалаймын ба? Ал енді оның ертең тұрмыс құруы, ол отбасылық өмірінің сәтті болу, шаңырағының берік болу мен үшін маңызды ма? Онда мен тер төгуім керек. Бағана ұбытын айттық қой. Жай ғана мысалға дегенде белгілі мамандықты тек түсу үшін ғана өттің деген сөз үшін қанша тер төктік қой деген ғой енді. Оқу бар, басқасы бар деген бағана айттық. Ал оның қалған өмірінің барлығы сол отбасылық өмірмен байланысты ғой негізі, дұрыс па? Егер ол қыз бала ретінде 20 жыл, 25 жыл болуы мүмкін төркінінде әке-шешесінің қолында. Әрі қарай кеткен қыз ғой болды. Артқа қарама дейді ғой, шығарып салып жатқанда. Кеткен қыз шиден тысқары болды, ол кеткен қыз. Ол кеткен қыз. Егер шын мәнде, сосын мысалы қазір қыздың бір мысалдар тірі кейс дейміз ғой жаңағы. Бір мысалдарда келтіріп берсеңіз біздің көрермендерімізге. Мысалға қазір жалпы жігітте 3 жұрт бар деп айтамыз ғой. Қыз балаңда 3 жұрты бар ғой. Қыз балада 2 деп айтып жатады ғой. Енді онда мысалы нағашы жұрты бар, төркіні бар өзі, төркіні. Сосын өз жұрты бар да. Қазақи түсінікті деген ғой. Өз жұрты деген барған жері ғой. Қыз балада қайын жұрт деген түсінік жоқ. Қайын жұрт деген жұрт жоқ ода. Соны айтып жатқан өзінің жұрты, нағашы жұрты болды. Сол өз жұрты. Одан кейін төркіні бар ғой. Кеткен жағы. Өз жұрты деген сол барған жері ғой. Ойлаңызшы, мысалға бұрын медресеге беретін кезде еті сенікі, сүйегі менікі деп беретін еді ғой. Ал енді қыз балам берген еті де сүйегі де беріп жүр, ойлаңызшы. Ал сен беру үшін сенімді қолға беру керек па деймін да, әке-шеше танып тұрып. Одан кейін құдаға қырылып жүрген қаншама жағдайлар бар, өкінішке қарай. Сенімді жерге беру керек па деймін, қорықпайтындай, уайымдамайтындай, Антарктидаға кетсе де жүрегің тыныш та. Өйткені 1000 жылдық қарым-қатынасқа сызат түспейтіндей. Бәрекелді. Ол 100 жылдық күйеу айтамыз ғой, тойда айтамыз, демлеп тұр, күйеу 100 жылдық тілегіңіз күшті, бірақ не әрекет жасадым, не дайындық жасадым оған мен. Күйеуім, менің күйеу, яғни күйеу бала, қазақта күйеу дейді ғой. Сол күйеу 100 жылдық болу үшін мен не жасадым әке ретінде, аға ретінде. Құдаларым 1000 жылдық болу үшін мен не жасадым? Байқашы. Яғни бұл нәрселердің барлығы біздің қоғамда қазір күйіп тұрған дүниелер деп ойлаймын да. Бұған қазір сіз болып, біз болып бастамасақ, бұл қала береді солай. Сол үшін әрбір әке шырылдау керек деп ойлаймын да. Менің алдыма мысалы бір әкелер келеді, қызының жаңағы тақырыбымен, қызының сұрағымен, қыздың жігітінің мәселесіне, мына жігітті көріп бересіз ба деген сияқты. Ризамын да ол әкелерге. Керемет та ол тағдыр. Қазір мен сол үшін ата-анаға айтатынбыз, кілекті сыбанып тұрып кірісіңіз тойға дейін. Біздің проблемамыз тойдан кейін кірсеміз ғой. Не дейді аналар деген сияқты. Не болып жаңағы күйеу бала? Шақыршы ана күйеу баланы бәрі деген сияқты сөйтіп барып жаңағыдай өзіміз бүйтіп барып шығамыз да алдына деген сияқты. Ал тойға дейін не істедіңіз? Кешіңіз қайда болдыңыз тойға дейін?
тойға дейін кірісу керек еді ол әке. Сол үшін тойға дейін зерттеп жүрген әке, жігітпен кездесіп, керек болса енді білмеймін ғой, қалай жасайтын, соның бәрі әкенің назарында болса деймін да мен, қамқоршының назарында. Сол міне қамқоршы. Ал енді әкелер қазір, мысалы енді әкелердің өзі нешеде дейік қазір? 40-та болуы мүмкін, 50-де мүмкін, 60-та болуы мүмкін. Ол әке өзінің функциясын, бағана қызметін атқарып жатыр. Егер ол ондай нәрсені қабылдай алмаса, о қалай сонда? Біз ондайды көрмегенбіз ғой деген сияқты. Енді ол кеңес үкіметі кезінде ондай түсінбеген болуы мүмкін. Мысалға деген ғой, ондай қажеттілік болмаған болуы мүмкін. Олар енді әртүрлі ол кезде қоғам басқаша болды, түсініктер басқаша болды. Қазір бұл қажеттілік, талай қыздар алданып жатыр ма? Неге? Өйткені оның қамқоршысы жоқ. Оның артынан іздеушісі жоқ. Оның артынан сұраушысы жоқ, былай айтқанда. Ол проблема негізі. Егер жігіт ана кісінің артында әкесі бар, осы бүгінгі кездесуімізді білетін әкесі бар екенін білсе, бағана айттым ғой, ол аяқ тартады деп ойлаймын ол жігіт. Керек болса таныстырыңыз деймін қыздарға. Қыздарға айтамын ашық, таныстырыңыздар әкелеріңізбен. Ақыларыңызбен таныстырыңыздар. Сосын сен бар ғой, егер ешікті осыдан бірдеңе болатын болса, көресің деп емес, керісінше сенім артып, мен жаңағыдай танысып, дұрыс қарым-қатынас қазірден бастап қалыптастыруға соған жұмыс істесе деген ғой. Сол жігітті бір жағынан зерттеуге көмектессе, яғни бұл қамқоршының функциясы деп түсінемін да. Ал бұл қамқоршы өте қажет болып тұр ғой қызға. Қарапайым бір мысал айтайын сізге. Мысалы қаншама қыздар бар, жігітпен сөйлесіп жүр, енді жүріп жүр дейік, сөйлесіп жүр жігітпенен. Бірақ біраз қыздарда мына екі сұрақ бар. Шын мәнінде мына жігіт мені ала ма? Екіншісі, алса қашан болады тойымыз? Белгісіздік қыз үшін. Өткен жолы маған мысалы бір жігіт шықты, неге консультация алды да бір кеңеске. Сол кезде айтады, қызым екеуміз 3 жыл жүрдік, сонымен қазір мәселелер болып жатыр, екі жаққа кетіп қалғанда екеуі. Сөйтсе қыз балада, орысша айтқан неопределенность дейді ғой, бір бұлыңғырлық бар да, 3 жыл бойы жүрген, 3 жыл қыздың уақыты өтті ғой. Қыздың уақыты өтті, жақсы біразға келіп қалды қыздың. Қыз сол сұрақтарымен үйленеміз, үйленбейміз. Отбасын құрамыз, құрмаймыз, не болды өзі деген сияқты түсініксіз. Жігіт нақты ештеңе айтпайды. Резеңге созып жүр резеңгені. Сөйтіп бәрі түсініксіздік болғаннан кейін екі жаққа қыз кетіп қалғанда. Осындай қыздар, қанша қыздар бар, ойнашы. Менің алдыма бір қыз келді. 28-де ма сондай. Қызығы 10 жыл жүрген ғой жігітпен. 10 жыл жүрген. Әлі де белгісіздік. Ана жігіт не жібермейді? Не үйленбейді, ойлаңызшы. Қиянат деп ойлаймын да мен қыз балаға. Шайтан жақсы жұмыс істеген екен ғой. Ал енді жігіт тәжірибе жинады, Жігіт меніңше көп нәрсе жоғалтқан жоқ. Енді дүниелік немен алып қарағанда призмаменен. Өзі сондай ғой негізі. Байқап қарасақ жоғалтатын қыз сияқты. Уақытын жоғалтады. Жігітке қай жаста үйленсе де бір қатты мән бере бермейді. Бір 25-ке дейін күйеуге тигеннің өзінде де біраз жасқа кеп қапты ғой дейміз. 28-30 деген үлкен жас қой. Жігіт көп нәрсе жоғалта бермейді. Демек қамқоршының міндеті өте жоғары екен ғой. Яғни кімге қамқоршы қажеттірек деген кезде, жаңағы қыз балаға деп түсінемін. Сұрақ қойдым, жігітке емес, қыз балаға қамқоршы қажеттірек, өйткені ол қыз әлсіз ғой. Одан кейін мынадай бізде тенденция басталып кетті да, қазір енді кеңес үкіметінен келе жатқан дүние бұл бізде. Қыз баланың жігіттің үйіне бару, танысу үшін. Мысалы мен бір қыз баламен сөйлесіп жүремін де, соны үйге алып келемін. Әке-шешемен таныстыру үшін. Мен мысалы қыз балаларға кездесу өткізген кезде, қыз балалармен мысалы семинар өткізген кезде осы нәрсе айтамын, бармаңыздар жігіттің үйіне. Ол қыз балаға, қазақтың қызына мүлдем жараспайды ол. Енелерден естиміз ғой, болашақта тұрмысқа шығады мысалы ол қыз. Кезінде өзі келген біздің үйге дейді. Яғни оның өзі негізі сын ғой қыз бала үшін. Қыз бала сонда қандай мақсатпен барады деймін ана үйге? Қандай мақсатпен барасыздар? Мотив қандай деймін ғой барудағы? Қалай мен ұнаймын өз, мені аласыздар ма? Қалай өте алам ба, өтпеймін ба деген сияқты бір. Кастинг ба, не нәрсе ол? Сосын ол қыз бала байғұс не істерін білмейді, қай бөрікте келетінін білмейді ол. Ол келін болып келе ме ол үйге? Қонақ болып келе ме, қыз болып келе ме, кім болып келеді ол өзіге? Бүйтіп отырса қыз ұялып жаңағыдай, қысылып отырса, мынау келін болатын түрі жоқ қой дейді мынаның. Ал енді мама әкеліңіз кәнекей деп ыдыстап жуып кететін болса, мынауың қолдан жылып тұр ғой тіпті қазір жаңағыдай енді.
шулап ертең мынау алдына жан салмайды ғой деген ана қалай ұнай алмайсыз менің ойымша ол енеге кім болып ұнау керексіз. Сол үшін біреулер мен анам танысқысы келеді дейді қызбен. Танысам десе таныссын. Жалпы территория психологияда үшке бөлінеді да. Менің территориям, оның территориясы және ортақ территория, бейтарап территория бар да. Сол бейтарап территорияда немесе қыз түрмеде отырған жоқ қой, Құдайға шүкір. Жатақханада тұратын шығар, мүмкін пәтерде тұрса, сол үйіне бара ма, танысқысы келсе, болмаса ортақ жерге шақырыңыз. Бір енді асханаға ма бір жерге екеуі кездесіп отырып сөйлессін. Саябаққа ма деген сияқты күндіз. Бірақ қыз бала жігіттің жаңа ата-анасының территориясына өтпеу керек деп түсінемін да. Өйткені территорияда ата-анасымен кафеде кездесе берсе сонда проблема емес па? Енді әкесімен анасымен кездеседі. Анасымен деп жатқаным ғой енді. Менің ойымша қажеттілік болып жатса. Өйткені бұл жерде жігіттің анасының да бір уайымы бар ғой. Ананы мен де көрейін, танысайын, болашақ келінмен деген сияқты мысалға. Мен отырып қатты мәселе емес деп ойлаймын дәл қазіргі уақытта. Қыз бала мүмкін біреуді алып келе ме өзінің әпкесін, білмеймін енді мысалға, анасын деген сияқты, құрбысын, ана бір бүкіл жүк өзіне түспеу үшін деген ғой, кішкене болсын жүкті бөліседі ғой қасындағы кісілермен, әңгіме айтып деген сияқты ғой. Сол сияқты қыз баланың жаңағыдай жағдайда қалуы бұл маған сын деп түсінемін де, әке ретінде, аға ретінде. Менің қарындасым жалғыз өзі, яғни жігіт сол үйге барып жүрді. Әлі тұрмыс құрмаған, неке қиылмаған, ештеңе болмаған, тәтті шай өтпеген мысалға деген ғой. Не үшін барып жүр ол үйге? Енді ана барып жұмысын істеп, жігіттің кірін жуып, тамағын пісіріп беретінін айтпай қояйық деген ғой енді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам анау бір хадисте келеді ғой. 3 қыз тәрбиелесе, 2 қыз тәрбиелесе, 1 қыз тәрбиелесе, бір жерде 4 қыз деп келеді, жәннатқа кіреді деп. Тәрбие деген сөздің ішіне бір үлкен мағынаны, оның түсіндірмесінің өзі бір кітап болатындай дүние сиятын шығар деймін. Тәрбие. Тәрбиені 1 жылда да беріп біте алмайсың, 10 жыл. Сол қызыңды күйеуге беріп қамқоршы болу тәрбие емес пе? Бірақ ол бала туралы жоқ байқаймын да. Хадисте де қыз баланы айтқан ғой. Үйге келген уақытта қызыңды сүй, маңдайынан сүй дейді. Қыз баланың тәрбиесі өте ауыр, жауапкершілігі мынау иықтан күйеуге тисе де түсе қоймайтын сияқты. Демек, күйеу баланың 100 жылдық болуы, құданың 1000 жылдық болуы қамқоршының мойнындағы дүние екен. Осындай бір әдемі әңгіме айттыңыз ғой. Алла разы болсын. Енді мынау жүру деген мәселе болып тұр ғой осының ішінде. Бұл қалай болады екен жүру деген? Енді қамқоршы, мен әке ретінде, қамқоршысы ретінде жігітпен жүріп жатырмын десе мен қабылдай алмайтын сияқтымын оны. Енді ол жүргенде қалай жүріп жатыр? Жігіт белгілі ғой, қолынан ұстайды, бетінен сүйеді. Шайтан азырса, одан кейін ол не болғанын білмей қалатын жер екеуінде бас істемей деймін да. Бұл жағынан да бір консультация бересіздер ме? Ол қалай болады? Бұл қалай жүзеге асырылады? Яғни оны күйеуге дайындау дегеннің ішінде жүру деген мәселеге бір тоқталайыншы деп едім. Бұл жерде менің жеке өзімнің енді көзқарасым, бұл индивидуалды деп қараймын. Бұл әкенің, қыз баланың ұстанымдарына, көзқарасына байланысты деп ойлаймын. Яғни бұл жерде форматы көп, моделі көп деп ойлаймын. Қай моделді сіз ұстанасыз, қай моделді қызыңыз ұстанады. Осы жерде екеуіңіз бір ауыздан келісе алуыңыз ғой, бір белгілі мәселеге. Ол қалай тұрмыс құрғысы келеді, сіз қалай оны тұрмысқа бергіңіз келеді, немесе қалай таныстырғыңыз келеді, ол қалай танысқысы келеді. Осы мәселені екеуіңіздің араңызда шешіп алу деп ойлаймын бірінші кезекте. Сол үшін мысалы былай істеңіздер деп енді бүкіл жұртшылықтың бәріне белгілі бір форманы айтып, олар оның бәрі істеп кетеді дегенге енді өзім қатты ондайға сенбеймін. Бірақ бәрібір жаңа сөздің ортасында айттық қой, қамқоршы осы қыз баланы өзінің қызын дайындаған уақытта шегі болу керек па деп, оның шегі ол сен қолын ұстамасын, қолын ұстап қойса бетіңнен сүйгізе берме деген сияқты сөзде айтылу керек шығар дегенім ғой мен. Енді ол айтылған әдемі ғой, бірақ оны біздер біріншіден айта ма, екіншіден оны қыз істей ма деген сияқты ғой. Менің ойлаймын, қызыл сызық енді бүкіл бәрімізге бірдей қызыл сызық, ол бағанағыдай қыз баланың тойға дейін өзінің арын сақтауы ғой. Бұл енді қызыл сызық деп түсінемін да. Одан өткен сызық жоқ. Енді осы сызықтан өтіп кетпесе деймін да. Өзінің абыройы, асыл құндылығы ғой. Негізгі нәрсе осы нәрсені сақтай алса деймін да. Осы нәрсені құя алса, анасы болсын, әкесі болсын, осы нәрсеге жұмыс істей алса деген ғой. Қыз бала өзінің абыройын, арын сақтайса деген ғой. Тойға дейін. Енді анау пайғамбарымыз хадисі бар ғой.
Күллікум рa'ин, әрқайсың жауапкерсің. Уәл мар'ату мас'улатун ан рa'иятиха деп келеді ғой. Бірақ әйел баласы, жаңағы ер кісінің әйелі сол жауапкер отбасындағы мәселелерге деп. Яғни қыз баланы тәрбиелеуде бәрі біз анасы арқылы жұмыс істеген дұрысырақ па, әлде бәрібір тіке бара беретін болдық па, тоқетер қалай болды? Жоқ, қараңыз енді, бұл әркімнің өзінің таңдауы, өзінің бағанағыдай Әкенің жылуы, махаббаты бөлек қой бәрібір. Иә, ойлаңызшы, мысалы жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, қыз балаға келген кезде маңдайынан сүю, оны құшақтау, жалпы қыз балаға жақын болуы әкенің менің ойымша керемет дүние ғой. Неге? Өйткені 15-ке дейін, 16-ға дейін, 17-ге дейін келген қыз әкенің жылуын көрмеді. Әкеңге жатыр деген бар ғой, бізде күшті бір бұрынғы сағынып жүрген. Әкеңге жатыр дегенде бәрі жинала қалып, тез әкеңге жатыр. Ол әкенің бәрі бір сұр түсті, бір қорқынышты болып келуі мүмкін бәрі. Түрінен жымимайтын. Сосын көшеде біреу жымиып қалса, басқан жері сыпырлап келіп қалды деген сияқты. Иә, кәмпит беріп қалса, шоколад беріп қалса, бітті ғой, ана жерде буындарым босап, жүрегім езіліп, ана жерде сезім оянып кетуім. Талай қыздардың айдала жігіттер қалай сезімін оятты. Бір қарамаған, екі қарамаған, қайта андай сыйлықтар, андай бір қошемет, андай бір күту, андай бір жағдайлар жасаған кезде қыздар құлады ғой, талай қыздар. Неге? Қарамайын бұған деген қыздың өзі қарап кеткен жағдайлар көп, оқиғалар. Өйткені бағанағыдай, мысалы ойыңыз, бір жігіт айтса, сен қандай сұлусың деп айтса, ешкім айтпағанда, ер адам айтпағанда оған. Не деген сұлусың сен? Не деген көріктісің? Мен сені жақсы көремін, сені ұнатып қалдым десе, жерде қыз ондай сөз естімеген. Сол жерде не бұл? Сол жерде тұра алмай қалуы мүмкін, қыз ойлаңызшы. Ал егер сені жақсы көремін, сен сұлуымсың менің, сен менің көріктімсің, сен менің жарығымсың деген сөзді әкенің аузынан естіп өскен қыз, сен әдемі екенсің ғой, қандай сұлусың десе, қыз бала білем дейді, жүре береді. Оған жаңалық емес, ол естіп жүрген сөз ғой. Естіп қойған ол сөз. Иә, естіп тойған ол сөз, көрейікші. Естіп қойған бір, естіп тойған қыз бар да. Естіп тойған да ол, білем мен жаңалық емес те мен үшін ол. Сұлу екенді білем, әдемі екенді білем деп. Иә, талай естігем оны әкемнен. Ол әбден жаңа махаббатқа тойған ол өзі, мысалы ойлаңызшы, қыз махаббатқа тойған болса әкесінің, бұл бөлек те ол қыз баланың. Ана жерде әкесі сені жақсы көремін қызым деп маңдайын иіскеп, ондайды көрмегенде ол арман болып кеткенде ол қызға ойлаңызшы. Ана жақтан бір жігіт, салт атты бір жігіт келетін болса, бітті ғой ана жерде. Қалай салуы мүмкін. Мен бұл жағы да бар, енді әкелерге айтатын болсақ дегенім ғой. Ол бөлек әңгіме ол деген сияқты. Сондықтан да әкенің бағанағыдай қамқоршы ретінде оның өмірінің дұрыс қалыптасуы, отбасылық өмірінің сәтті болуы, күйеуімен тату-тәтті өмір сүруіне менің үлесім зор екенін түсінуім керек қой мен. Мен жерде ажырасқан қызыма, немесе қайтып келетін қызыма, мен не істедім, неге үйтті, бұл қайдан тауып алды осы жігітті деп, ауылын айтам, жігіттің руын айтам, әке-шешесін айтам, әйтеуір бәрі кінәлі, бірақ мен емес. Мен жерде проблемамыз біздің, мен осы жерде қандай қателік жібердім деген сұрақ қоймаймын өзіме. Ал сол, мысалы, қанша көз алдымызда талай әкелер отбасы батыр, талай әкелердің аузы киіп батыр. Содан неге сабақ алмаймыз деген ғой. Мысалы, бір ер адамның бірнеше қызы бар. Жарайды, алдындағы сәтсіз болуы мүмкін. Немесе басқа болуы мүмкін. Қалған қыздарымызбен ондай қателік жасамайық деген сияқты ғой. Ал енді біраз әкелері мынадай проблема менің басыма ешқашан келмейді деген сияқты. Енді бүйтіп айту қиын. Менің басыма келмейді, біздің қасымыз жоқ деген нәрсені айту өте қиын дүние. Сол үшін әрбір әке осыған қам жеу керек деп ойлаймын. Ал біз не нәрсеге дайындаламыз? Бағана айттық қой, оқуда ұбт-ға дайындалдық қой, жанымызбен, тәнімізбен. Ал бұл жерде біз тойға дайындаламыз. Сосын айтады ғой, керек па кредит аламыз. Мықты бір әкелер бар да, қызым, бүгін кетсең, бүгін шығарып салатын жағдайым бар, қорықпа дейді ғой. Ол не деген сөз? Мынау ғой шеш айтып тұрған әңгімесі. Теңге мәселесін айтып тұрды, мал мәселесін. Яғни бұл мәселе ондай емес қой. Жарайды, тойын өткізесіз, 2-3 күндік құдалығы бар, ұзатуы бар, үлкен тойы бар, басқасы бар, киті бар деген сияқты. Мен сонымен өлшеп тұрмын ғой өзімнің қамқорлығымды, қызымды жаңағыдай ұялмай елден, мысалға дегенде ешкімнен кем қылмай ұзату тойын бәленше деген мейрамханада жасадым.
жасауына осыншасын дайындап бердім, ертең барған кезде ұялмасын деп, жерге қарамасын деп. Үйтіп бердім, кийтін құдаларға мынаны кигіздім, ананы бүйттім, мынаны сөйттім, ананы атадым, менен артық әке бармайды деген сияқты ғой. Бүкіл менің фокусым бәрі тойда қойылаңызшы, өкінішке қарай. Тойдан кейін не болады? Орысша айтқан на произвол судьбы оны. Бір Құдай біледі не болатынын. Адам болсын деймін да, сөйтіп жібере саламын. Құрметті көрермен, қамқоршы болу дегеніміз қызыңызды тек қана ұбт-ға дайындап, оқуға түсіріп, немесе тойын өткізіп беру емес екен. Қамқоршы болу жақсы тәрбиені беру, болашақ өмірге дайындау. Осы тақырыптың аясында бізде бүгін әңгіме жүргізген, сөз қозғаған Ахан Мергенбай мырза. Енді біздің көрермендерге ыстық ықылас, жақсы бір тілек айтатыныңыз болса, айтатыныңыз бар ғой негізі сіздің, біздің көрермендерге арнап соңғы тілегіңіз. Сол әкелерге айтатыным, енді мен де солардың қатарындамын ғой. Өзіме де қыздарымызға жақын болайық. Қыздарымыздың жауы емес, олардың бір жазалаушысы емес, оларға бір ұрсатын, олардың прокурор емес, олардың жақыны, жанашыры бола білсек. Әрқайсымыз. Өз қызымыз ғой деймін да. Өз белімізден шыққан. Мен жақын болмада кім жақын болады дегенім ғой. Студиямызға келіп, осындай жақсы ойыңызбен, пікіріңізбен бөліскеніңізге Алла разы болсын. Рахмет сізге.